Қызылша – бұл жылдам таралатын жұқпалы ауру. Қызылшаның алғашқы белгілері – ол мұрын бітелу, көз бұлшықтану, құрғақ жөтел, дене қызуының көтерілуі, көздің ішінің қызаруы, бас ауруымен, әлсіздіктің пайда болуымен, тамаққа тәбеттің болмауы, іш өтумен және ең соңында денеге қызыл дақтардың шығуымен байқалады. Ең бірінші қызыл дақтар ауыз қуысының ішкі жағына, тілге шығып, одан кейін бет, құлақтың артқы жағы, шаштардың арасына шығады. Одан кейін біртіндеп мойынға, денеге, қолға, яғни 3-4 күн бойы дененің жоғарғы жағынан бастап төмен қарай тарала бастайды. Ең соңында аяққа шығады. Осы уақытқа дейін дененің қызуы қайта-қайта көтеріліп отырады. Соңында аяққа дейін шығып болған соң, науқастың жағдайы жақсарып, дене қызуы түсіп, тамаққа деген тәбеті ашыла бастайды. Қызылша жеңіл өту үшін қызылша ауруын жұқтырған кез келген адам, бала болсын, ересек адам болсын, нутрицептиктардың көмегімен иммунитетті қолдау қажет. Д витамині, А витамині, С витамині, цинк сияқты витаминдер иммунитеттің табиғи түрде күшеюіне септігін тигізеді. Келесі маңызды жайт – ол А витаминінің дефицитін толтыру керек. Егер де А витаминінің жетіспеушілігі болса, қызылша адам өміріне аса қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан профилактика ретінде міндетті түрде А витаминін ішу қажет. А витаминін ішу керек деп кез келгенін ала беруге болмайды. Атақты нутрициологтардың айтуынша, дәріханаларда кейбір витаминдер синтетикалық болуы мүмкін. Сондықтан осы нутрициологтардың кеңесі бойынша iHerb-тағы осы Blue Bonnet фермасының А витаминін ішуге кеңес береді. Осы сияқты тағы да жақсы, құрамы таза, табиғи витаминдер бар. Оны дәрігеріңізбен кеңесіп, немесе отзывтарды оқи отырып мұқият таңдау қажет. Бұл витаминдерді қаншалықты деңгейде ішу керектігін осы фирмамен айналысатын, яғни сатып алған консультантыңыздан баланың жасын айту арқылы қалай, қаншалықты дозада беру керектігін анықтап біліп барып бересіз. Егер де иммунитеттің төмендігінен қызылша қатты асқынған жағдайда, онда ол артынан күрделі созылмалы аурулар тудыруы мүмкін. Атап айтатын болсақ, диарея, гепатит, пневмония, ларингит, отит, менингит, энцефалит. Сондықтан да бұл ауруды асқындырып алмас үшін ағзамыздағы жетіспей тұрған витаминдердің орнын толтырып иммунитетімізді күшейтуіміз қажет. Қызылшамен ауырып жатқан, ауырмай тұрған адамдарда әсіресе А витаминінің орнын толтыруға асығыңыздар. А витамині көп кездесетін тағамдар олар сәбіз, асқабақ, балық, сары май, ірімшік, сүт, жұмыртқа, брокколи, тәтті бұрыш және бауырда көп кездеседі. Берілген ақпарат сіздерге пайдалы болса, осы ақпаратты қызылшаны дер кезінде анықтап ем алу үшін, немесе алдын алу үшін, егер де ауырған жағдайда жеңіл өту үшін, басқа да таныстарыңызға, туыстарыңызға жіберіп бөлісіңіздер.